Сонда жаңағы сол күні жазылған бір өлеңімді оқыдым. Себебі Түркістандан Маңғыстауға адам тегіннен тегін бармайтынын сол кезде мен жүрегіммен сездім. Себебі әулиелер сұлтаны Құтбұлақтап әлемнің темірқазығы Құл-Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың Шопан ата, шын аты Мұса, Әзіреті Әлінің Мұхаммед ханафиясынан тарайтын Шопан ата әулие бас піріміздің асасын іздеп 360 әулиені бастап барып еді Маңғыстауға. Міне сол ұлық жолмен, сол ізгі жолменен асатаяғы қаламсап болып Темірхан ағамда барды. Оны ширек ғасыр өмірі Маңғыстауда өтті, жаңа айтылып жатыр. Мен де сол елдің төл перзентімін. Мен де сол осы қазақтың қай пұшпағына қалай махаббат қылсам, Маңғыстауыма да сондай махаббат қылып жүрген адаммын, өзі ойымша. Бірақ сол Маңғыстауда бір адам мақтаса 99 адам боқтап тұратынын да білем өзімді. Бірақ Темірхан ағам қанша шындықты шыңғырып айтса да, сол 25 жыл ғұмырында Темірхан туралы дос түгіл дұшпаны бір ауыз ғайбат айтылған жоқ, қарсы сөз айтылған жоқ. Ал бұның артында не тұр? Бұның артында әрине анау қасиетті топырақтан арқалап барған аманаттың киесі тұр. Сол Түркістанның түбіндегі Шорнақтан жаңа Құлбек ағам айтып кетті ғой. Маңғыстауға шапағат қылған бір азамат Нұртас Оңғасынов. Маңғыстауға бір махаббат қылған бір азамат Темірхан Медетбек. Міне сол елінің сәлемін. Темірхан дүниеден өткелі 40 күн бойына көрген жерде ағаңның артын қайырым берсін деп жатқан елдің есебі жоқ. Сол 40 күн бойына 5 уақыт намазымызға Темірхан ағамызды тілімізден тастаған жоқпыз. Қосып жатырмыз, Алла қабыл етсе. Әрине шын ықыласпен қылған дұға тілек қабыл болады иншалла. Менің жұрт тайында танып, құнанында баптап жататын болса, мені Темірхан ағам құнында баптап қатарға қосқан. 15-16 жасымда батасын беріп, облыстың газетіне шығарып, облыстың телевидениесіне шығарып, республикалық басылымдарға шығарып, ұлық сапарға жалғұйрығымды тарап аттандырған Темірхан ағам еді. Өмір бақи осы ағамның аманатына, тілегіне, батасына лайық болсам деп өмір сүрдім. Сол жолда келе жатырмын. Иншалла сол жолда өлем. Алла Темірхан ағамыздың тұнау Қаратастың бетінен нұр қылып жұлып алып қазақтың жүрегіне қайта шашқан жұпар түркілердің, көк түріктердің сарына ендігі келетін ұрпақтардың да жүрегінде бір жарып тұра беретініне, шілденің қадір түнінің жұлдыздары ұқсап жыпырлап, күннен күнге туындап, күннен күнге нұр жанып, күннен күнге дүниені сәулеленіп тұратынына менің күмәнім жоқ. Құдай тағала Темірхан ағамыздың мәңгілік тарқамайтын тойында қауыштырсын. Әумин.